Бірінші тәжірибе үшін натрий гидроксиді ерітіндісі мен темір хлоридінің ерітіндісін пайдаланамыз. Сынауыққа темір хлоридінің ерітіндісін құямыз. Сонша мөлшерде натрий гидроксидінің ерітіндісін құямыз. Нәтижесінде қоңыр тұнба аламыз. Келесі тәжірибеге натрий карбонаты мен тұз қышқылының ерітінділерін пайдаланамыз. Сынауыққа натрий карбонатының ерітіндісін құямыз. Сондай мөлшерде тұз қышқылының ерітіндісін құямыз. Нәтижесінде газ көпіршіктері пайда болады. Келесі тәжірибеге натрий гидроксиді, фенолфталин және күкірт қышқылы қажет болады. Сынауыққа натрий гидроксидінің ерітіндісін құйып, оған 1-2 тамшы фенолфталин тамызамыз. Фенолфталин негіздік ортада таңқурай түске боялады. Таңқурай түс өзгергенше күкірт қышқылының ерітіндісін құямыз. Натрий гидроксиді мен күкірт қышқылының арасындағы реакция бейтараптану реакциясы деп аталады. Барий сульфатын алу үшін натрий сульфаты мен барий хлоридінің ерітінділерін пайдаланамыз. Сынауыққа натрий сульфатының ерітіндісін құямыз. Сондай мөлшерде барий хлоридінің ерітіндісін құятын боламыз. Нәтижесінде барий сульфатының ақ тұнбасы түзіледі. Кальций карбонатын алу үшін кальций хлориді мен натрий карбонаты ерітінділерін пайдаланамыз. Сынауыққа кальций карбонатының ерітіндісін құямыз. Сондай мөлшерде натрий карбонатының ерітіндісін құямыз. Нәтижесінде кальций карбонатының ақ тұнбасын аламыз. Мыс гидроксидін алу үшін бізге мыс сульфаты және натрий карбонаты қажет болады. Сынауыққа мыс сульфатының ерітіндісін құямыз. Сондай мөлшерде натрий гидроксидінің ерітіндісін құямыз. Нәтижесінде мыс гидроксидін аламыз.